Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы өзгенің киімі. Бірде бір адам жария түрде Омар Хайямды балағаттайды. Сен опасыз ұрлықшы дейді. Мұндай сөздерге жауабына Омар Хайям тек күлімсіреп кетеді. Мұндай көріністі байқаған барқыт киген белгісіз адам одан сұрайды: мұндай дөрекілікті қалайша көтересіз? Сіз мұндай қорлыққа қалайша төзесіз дейді. Омар Хайям жауапқа тек күледі. Жүр менімен деп өзімен алып кетеді. Белгісіз оның шаң басқан үйіне еріп барады. Омар Хайям шамды жағып, сандықты ақтара бастайды. Сөйтіп, оның ішінен түкке тұрғысыз жыртық халат алып шығады. Оны жаңағы барқыт киген белгісізге киюді ұсынады. Белгісіз халатты алып, оны қарап таңданады. Маған мұндай кір киілген киім неге қажет? Мен тәуір киінген кісімін. Сіздің мұныңыз не дейді? Сонда Омар Хайям: көрдің бе? Сен албақ-жұлба киімді кимедің. Дәл солай мен әлгі адамның лас сөздерін кимедім. Бұдан шығатын тәлім біреуге ренжу, әрекетін сөгу, ол дәл осындай киімді киюмен тең.